Көкшетау қаласының тарихы 1824 жылдан бастап алады. Өңірдің өткені мен мәдени мұрасын танытатын басты орынның бірі Көкшетау қаласының тарихи музейі. Қаладағы ең көне ғимарат саналатын бұл нысан ғасырдан астам уақыт талай тарихи кезеңнің куәсі болған. Мұражайдағы бірегей жәдігерлермен тілшіміз Евгений Варанкин танысып қайтты. Көкшетау өңірінің тарихы қазақ халқының ежелгі қоныстармен тығыз байланысты. Қала іргесі қаланғанға дейін бұл аумақта Арғынның Атығай тайпасының Бағыс руы қоныстанған. Ресей империясының әкімшілік реформасы аясында 1824 жылы Көкшетау сыртқы округі құрылып, қазіргі қаланың негізі қаланды. Алғашқы аға сұлтан болып Абылай ханның ұлығы Байдулла Уәлиханов сайланды. Сол кезеңнен бүгінге дейін сақталған сәулет ескерткіштері өте аз. Соның ең көнесі 1880 жылы бой көтерген Көкшетау қаласының тарихы музейінің ғимараты. Көкшетау қаласының тарихы тым тереңде. Бұл ежелден қазақтардың ата мекені. Абылай хандығынан кейін Көкшетау округі құрылған тұста осы Көкшетау қаласы салынғанға дейін бұл жерде Атығайдың Бағыс деген руының халқы тұрған. Көкшетау округінің құрамына 1928 жылы Атығайдың 11 болысы кірген және қарауылдың Жаулыбай қарауыл және Қылды қарауыл деген болысы кірген. Жақсылық қарауыл мен Шұңғырша қарауыл 1930 жылы кірген. Ал қарауылдың тағы 4 атасы Атқы, Жауар, Мөнтік, Сары деген 4 болысы ол заманда Үшбұлақ округіне қараған. Қаламызда сол заманнан бері сақталып қалған ғимараттар өте аз. Қаламыздағы ең ескі ғимарат осы біздің музейдің ғимараты 1880 жылы салынған. 2 ғасырға жуық тарихы бар Көкшетау талай тарихи кезеңді бастан өткерді. Патшалық Ресей дәуірі, кеңестік кезең, тәуелсіздік жылдары осының бәрі қала келбетіне із қалдырды. Сол өзгерістердің үнсіз куәсіне айналған көне ғимараттың бірі бүгінде Көкшетау қаласының тарихы музейі орналасқан нысан. Мұражайда қаланың әр кезеңінен сыр шертетін мыңдаған тарихи жәдігер жинақталған. Здание было построено в 1880 году. Бұл ғимарат 1880 жылы салынған және Көкшетау қаласында бүгінге дейін сақталған ең көне ғимарат болып саналады. 1889-1905 жылдары мұнда Куйбышевтер отбасы тұрған. Кейін балалар үйі 2-ші дүниежүзілік соғыс жылдары госпиталь штабы орналасқан. 1949 жылдан 2000 жылға дейін Куйбышев музейі болды. Ал 2000 жылдан бері бұл Көкшетау қаласының тарихи музейі. Қорымызда 17 мыңға жуық экспонат бар. Жәдігерлердің басым бөлігін қала тұрғындары сыйға тартқан. Көкшетауға келген шетелдік қонақтар да алдымен музейге келіп, өңірдің тарихы мен мәдениетімен танысады. Музей қорындағы ең құнды жәдігерлердің қатарында 1829 жылы қойылған қазан, Сырымбет ауылынан әкелінген қарағаштан жасалған 1920 жылғы кебеже және мемлекет қайраткері Валериян Куйбышев мінген 1932 жылғы Кадиллак автокөлігі бар. Бұл көлік музей қорында 1949 жылдан бері сақтаулы. Сонымен қатар мұнда қала тарихына қатысты сирек фотосуреттер, құжаттар, тұрмыстық бұйымдар мен этнографиялық жәдігерлер де қойылған. Музей қорындағы жәдігерлер саны жыл сайын артып келеді. Тарихи маңызы бар бұйымдарды жергілікті тұрғындар өз еркімен музейге тапсырады. Өз қаламның тарихын білемін. Мен осы Көкшетау қаласында өзім туғаннан бастап тұрамын. Мысалы айта кететін болсақ, біздің осы Көкшетаудың ең алғашқы құраған аға сұлтаны Ғұбайдолла Уәлиханов болған. Қазіргі тілмен айтқанда ең алғашқы әкімі. Историю города, к сожалению, не знаю. А так наш город был основан в 1824 году. Это я точно знаю. А так, честно, у нас город очень спокойный, культурный, хоть и маленький, но ощущения очень комфортные в городе. У нас много есть мест, очень хороших, классных мест, честно. Сама люблю даже просто вот так вот выйти попить кофе в парке. Город очень приятный, очень комфортный. Көкшетау қаласын өзім естіген мамам ағам ақылы. Сондан қызығып келдім осы қалаға. Көкшетау қаласы өте жақсы дамып жатыр. Басқа қаладан тыныш.
Көкшетау қаласының тарихы музейі өңірдің өткені мен бүгінін жалғап тұрған мәдени мұра ордасы. Мұнда сақталған мыңдаған жәдігер қаланың қалыптасу кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихынан сыр шертеді. Сондықтан бұл музей туристер үшін ғана емес, туған өлкенің тарихын танып білгісі келетін әрбір тұрғын үшін де маңызды мәдени орын саналады. Евгений Варанкин, Сабырбек Шириязданов, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.